Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де менің подписчиктерім, қош келдіңіздер. Бүгін бізде стенканы отырып қалай қою керек, және де стенканы қалай отырып қояды, тағы да басқа аттары бар ғой, как поставить. Соның қазақша нұсқасы, яғни мен бұндай видео шығардым бір ай бұрын, және де шығарғанмын, 100 просмотр жинады, оған үлкен алғысымды шексіз. Енді достар, мен бүгін стенканы отырып қалай қою керек екенін үйретіп қана қоймай, сіздерге менің настройкам, және де мен кәдімгідей қандай DPI-да ойнаймын, және де DPI-ді қалай қоюға болатынын көрсететін боламын. Ендеше достар, көп созбаймын. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды сұраймын, және де лайк қана емес, подписаться кнопкасын міндетті түрде басыңыздар, себебі менде 70% адам подпискасыз мені тамашалайды. Бұл дегені енді мен үшін қайғы, мұң. Сондықтан бұл қайғы мұңды жеңілдету үшін сіздер подписка жасауларыңыз керек. Ал ендеше видеоға назар аударайық, кеттік достар. Ал енді көбісі білмейтін шығар, DPI-ді қалай қою керек. Huawei смартфонында DPI-ді система деген, настройкадағы система деген мәзірді, яғни неге кіресіздер, кәдімгі система деп тұрады, осыған кіресіздер. Ал сосын барасыздар да о телефоне деген вкладканы басасыздар, потом номер сборкиді кәдімгідей 10 рет па басасыздар, 10-15, немесе 10-ға жеткізбей, уже разработчик деп шықпайынша сіздер басып тұра бересіздер. Сосын аласыздар да бұл вкладкадан шығасыздар, и потом мұнда сіздерде для разработчиков деген тұр ғой, мынау ше. Бұл сіздерде басында болмауы мүмкін, ал сосын о телефоне, потом номер сборкиді басқан соң сіздерде автоматически для разработчиков деген мәзір шығады. Ал минимальная ширина, вот көріп тұрсыздар ғой, мынаны, я минимальная ширина. Вот осыны басасыздар, басында сіздерде қателеспесем 360 DPI тұру керек. Ал сіздер аласыздар да бұны ауыстырасыздар. Әр телефонда, әр соткада, әр смартфонда DPI-дің максимумы, яғни DPI-дің шегі әртүрлі болады. 600-дан асырсаңыз, сіздің телефоныңыз істемей қалуы мүмкін. 360 тұрады, осылай басында 360, бұны аласыздар да кішкене көтересіздер, 400 қылып, немесе 500 қылып көтересіздер. Ал менде 555 қалай көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Енді менің настройкам көріп отқандарыңыздай. Сіздерде білмеймін, менде экран 18/9, 18-ге 9 дегенді ауыстыруға болады. Кәдімгідей Huawei P20 Lite'да осындай қосымша настройкалар бар. Чувствительностьке келетін болсақ, мен сіздерге көп сызбай айтып берейін. 92. Мен бір ютубердің видеосын қарағанда Huawei P20 Lite'дың чувствительності 92 екен. Ал коллиматорды да мен осылай 92 қып қалдырдым. Себебі обзор мен коллиматор екеуі бір сияқты менің ойымша. Бірақ коллиматор тоқтайыңыз. Дұрыс. Екеуі бірдей менің ойымша. Ал 2x прицелді мен 10-ға азайттым. Өйткені 2x прицел бұл кәдімгідей ближний ғой, кішкене ближнийға келетін прицел. Ал 4x болса ол дальность. Сондықтан мен 4x-ті кішкене көбейттім 87-ге, яғни 5 санға көбейттім. Айта берсең көп, енді келесі управление келейік. Управление осы видеода мен отырып қалай стенка қою керек видеосында сіздер осы управлениені қолдана аласыздар. Ал прицелді, міне прицел тұр емес па? Прицел тұр ғой, достар. Прицел, көзетін прицел тұр ғой. Бұны қалаған жеріңізге қоя аласыздар. Чек, қалғандарын өзгертпесеңіздер болды. Сондықтан түсінген боларсыздар. Обучалкамызға да кеттік, достар. Арнайы менің подписчиктеріме және де менің арнама келген қонақтарға арналған менен қазақ ютуберінен обучалка.
Достар, мен сіздерге бұл обучалканы айтар кезде мен әлгі видеоны бір ай бұрын шығардым. Білетіндеріңіздей, яғни мен стенка отырып қоюды бір айда үйрендім. Бұл өте көп цифр. Сондықтан достар, бүйтеміз. Бірінші сол қолымыздың бас бармақ бас саусақ дейді, сонымен аламыз да стенканы отырамыз, потом қоямыз. Енді қазір стенканы көптеп аламын, сосын барып сізге көрсетемін подробно. Менімен шайқасам деп жатыр ма? Кел. Ух ты, мәссаған. Мынау не дейді? Кел, ал жарыс ойнаймыз, осылай қараңыздар. Мәссаған. Кайф қунамен ойнаған. Енді қазір мен өліп маған ше. Қазір көрсетемін. Қараңыздар. Қайтадан 4 стенка болды. Ура! Сіздер отырып стенка қоюды былай үйрене аласыздар. Кәдімгідей базада тұрасыздар, осылайша. Осылай жаттықсаңыздар, шынықсаңыздар, сіздерге үлкен көмек болады. Сондықтан әрине менен де тез қоятындар бар. Сака деген балай бар емес па, компьютер мейтін, сол өте тез қояды. Достар. Кейде, достар, Чидори деген ютубер білесіздер ме? Оның өзінде стенканы отырып қою кейде қоя алмай қалады. Ондай отырып қоя алмай қалсаңыздар кейде, яғни стенкаңыз жерге тимей басылмай қалса, отырып, ол проблема емес, ол барлығында болады. Тіпті компьютер ПК-шник ойнайтындарда да ол болады. Ол кішкене играға кәдімгідей қызбағандықтан, мен ойымша. Сондықтан, достар, мен бұл отырып стенка қоюды бір айда үйрендім. Қайтадан түсінбегендеріңізге түсіндіріп кетейін. Аласыздар стенканы, отырасыздар, қоя саласыздар. Басында сіздерге өте қиын болады, өйткені бұл 3 саусақтың раскладкасы. Айтуды ұмытып кетіппін, 3 саусақтың раскладкасы. Осылай, достар. Осылай отырып қойып үйреніп аласыздар енді. Осымен, достар, видеом тәмамдалды. Сіздерден көп күтерім лайк, подписка. Подписаться кнопкасын өте көп күтеміз. Өйткені менде уже 100 подписчикке әлі жете алмай жүрмін. Сондықтан, достар, армандар орындалады дейді ғой. Мақсатың айқын болса, сондықтан қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ал сіздермен болған мен Сейдахмет, сау болыңыздар.